Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен берілген есептерді, тапсырмаларды талқылаған болатынбыз. Бүгін төртінші тапсырма жұп цифрлар қосындысы деген тақырыптан басталады. Ұзындығы n-ге тең сандар тізбегі берілген тізбектегі жұп сандардың соңғы цифрының қосындысын табы, яғни 425 деген тақсан, 4 деген жұп сан 4 кіреді, 658 жұп сан, соңғы 8 деген саны кіреді, 12 деген жұп сан, соңғы 2 деген сандардың қосындысы 14 дегенді беруі керек. Программаны ашып, есепті бастаймыз. Досканы 2-ке бөлеміз. Бірінші n деген переменныйды енгізіп алайық. n тең int input. Енді бізге деректерді енгізу тігінен орындалады деген бір t деген переменныйды ала салайық. Енді бұл переменныйларды заранее жазып қоямыз. Мысалға былай деп басталынады негізінде input жақшаны ашамыз, нүкте split деп алатын болсақ, онда мен мынау берген мәндерім str тип болады. Бірақ мен оны int күйінде ала салайын. Сол үшін алдына int өтір дейм. Int жүрген жерде біз жақсы білеміз, map жүреді. Map int input split. Бірақ дәл қазір осылай беретін болсам ошибка береді. До тех пор, пока бұл лист болмайынша. 9-шы класста танысамыз лист деген тақырыппен. Но пока что осылай жазып қойсақ болады. Себебі енгізу тігінен орындалады делінген. Енді сіздерге түсінікті болу үшін экранға, принтқа осы аталған t-ның 0-ші элементін экранға шығарып көрсетейін. Яғни мынау бізде 0-ші элемент, мынау бізде 1-ші элемент, мынау 2-ші, 3-ші, 4-ші элемент. Ранға жібереміз. Окей. Қазірше мен 5 дей салайын, одан кейін 5-ке сай 5 мәнді енгіз дейді. Enter басатын болсам, қазір мен 0-ші элемент дедім. 0-ші элемент ол 425. Мінеке 0-ші элемент шықты. 1-ші элемент дейм. Ранға жіберейін. 5. Қазір экранға 4 шығады. И так далее. Осылай кете береді. Жақсы, енді біз осылардың барлығының тақ немесе жұп екенін тексеру үшін forға саламыз. For I in range n-ға дейін. Сөйтемізді шарт жазамыз. Егер t итаяның, яғни t деген t-ның 0-ші элементі, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Каждый элементіне бізде цикл I тоқтап шығады. Осы элементтерді 2-ге бөлгенде процент 2 жұп болатын болса, онда s деген переменный алайын. Қазірше ол 0-ге тең болсын. Болатын болса s плюс равно a итаяның бізге соңғы элементтері дейді. А ол соңғы элементтері процент 10 дегенді білдіреді. Процент 10 деген соңғы элементтерін деген сөз. Экранға ең соңында s-ті шығарамыз и f5 ранға жібереміз. 5 мына мәндер. Так, процент 10. Так, a дегенді танымай тұр. Бізде a емес, ол t еді. T ран. Окей. 5 мына сандар. Мінеке олардың қосындысы 14 деді. Кітапта да жауап ретінде 14 сандар шықты. Егер бұны континумен шығару керек болатын болса, 0-ге тең емес сандар болатын болса, тастап кет. Ал тастамаған сандарыңды өзара қосып шық дейміз. F5, 5 и мына сандар тағы да 14 шықты. Думаю, бірінші есеп түсінікті сияқты. Келесі санның бөлшегін ажырату 5-ші тапсырма. Енді 5-ші тапсырмада былай дейді. То же самый 5 сандар берілген, бірақ барлығының типін float деп алайық. Сөйтетті тізбек мүшелі осы сандағы тек бөлшегі 0. Яғни 4 бүтін болса да бәрі 0 бүтін болсын. Одан кейінгі дәлдік деген, одан кейін мысалы 3 дәлдік сұрап тұр. Одан 120 шығады. Сонда 4 бүтін 12, 312 деген бөлшек сан болатын болса, 4-ті міндетті түрде 0 болып кету керек, а одан кейінгі 120 қалу керек. Соответственно, 3 деген сан бұның артында 0 бар деп ойлайық. Сонда 3 керек емес, бірақ артында да жоқ болса қосып береді.
артық болса кемітіп 3-ке қысқартып береді. То же самое 45.01-де 0.10 бірден кейін 0 қосылған, 2-де 1-де 1-ден кейін 2 0 қосылған, 7-де 0.0005-те 7-ні алып тастағанда 3 0 қойылған. Енді циклға салмай тұрып біз қарапайым әшейін санның өзін ғана тексеріп алайық. Ол үшін былай істесек болады. Жай бір n деген санды ғана тексере салайық. Мына есепті өшірейін. Бір какой-то n деген сан берілсін. Сол n-ді бөлшек сан деп алайық. Негізі float режимде келген. Float input. Сөйтемізде былай дейміз. Бізде басы 4 болатын болса, ол 4-ті алып тастаймыз. 4-ті алып тастау үшін онда былай қыламыз. n тең. Осы аталған n-нен аламын бүтін бөлігін int n-ді алып тастаймын. Окей. Енді осыны пока что экранға шығарып көрейік. Print. Экранға n-ді шығарамыз. Run модуль. Бізге n деген санға мына санды беріп көрейік. Ctrl-C. Окей. Главный 4-ті алып тастады. Одан кейінгі сан қалды. Хорошо. Енді одан кейінгі сан қалған санның 3 таңбасын ғана қалдыру керек қой. Бізге round деген сияқты функцияны пайдалансақ болады. Бірақ одан да жақсы варианттар бар. Сол варианттарды бірге қарастырып көрейік. Экранға осы аталған n-ді былай шығаруға болады екен. Тырнақшада процент 3f 3 деген 3 санды қалдыру, өтірден кейін 3 санды қалдыру, f деген float деген, и процент n деген осындай өзінің алгоритм бар екен. Ранға жібереміз. Окей. Ctrl-V. Қазір бізде тура мына жауаптағы мән шығады. 0-де 123 деген сан қалуы керек. Enter. Мінекей. Так, 0-де 123. Так, ар жағындағы 120 деген қалды ма? Хорошо. Так. Процент n 3f процент нүкте. Нүктеден кейінгі 3 санды қалдырамыз. Run модуль. Окей. Вот, міне 0-де 123 деген сан шықты. Енді қарапайым 3-тің өзін ғана беріп көрейік. Run модуль. Әшейін 3 деген санды бере саламыз. Бұл бәрібірде 0,00 дегенді тексерді. Соответственно, 2-де 1 дегенді тексеріп көрейік. Run 2,1. Мінекей ар жағынан 0-де 0,10 деген. Так, 0-де 100 шығып кетті ол. Мен 2-де 1 дегенді енгіздім да. Ол шығу керек еді. То есть мынау екен ғой 2-де 1 деген. Дұрыс. Все, бәрі дұрыс. Енді осы әрекетті циклға саламыз. Циклға салу тура жаңағыдай әрекетпен орындалады. Артқа қайтарамыз. Мінекей t-list, бірақ бұны float деп алайық. Float. S маған пока что керек емес сияқты. Range n-ға дейін деймді. Бұлай жазып көрсем. Так, шамамен a и t-ні тура жаңағыдай болады. Бөлшек саннан бүтін санды алып тастаймын. То есть менде t и t, қазір менде t и t деген ол float. Одан тең t и t-дан, то есть t и t-дан аламын int t и t-ні аламын. Осымен берілген бөлшек сан болатын болса, сол бөлшек санның бүтін бөлігін алып тастаймын дегенді білдіреді. T и t шықты. Енді экранға шығарамыз. Print. Жаңағы әрекетті қайып жазамыз. Процент нүкте 3f қала берсін. Өтір процент. Одан кейін n дегеннің орнына менде a и t-ні беремін. Өтір n-ді, чтобы жанына тартып алу үшін. Мінекей есеп қарапайым 5 қатармен шығарылды. Run модуль. Окей. Так, процент a и t. Мына жерде өтір болмайтын беді. Сондайды тексеріп көрек. Run модуль. Окей. Ошибка жоқ. 5 деймін. Одан кейін мына сандарды көшіріп алып қоямын. Ctrl-C, Ctrl-V. Так.
ошибка. Жақсы. Процент 3f. А дегенге не а дей бердім. Т болады ғой. Run модуль 5 enter. Вот міне енді жауаппен осыларды салыстырып көрсек, 0-де 123, 0-де 0, 0-де 10, 0-де 100 және 0-де 0, 0, 0. Бұл есепті шығару басында өте қиын болды. Қиын болғанда қалай? Раунд функцияға салдық, математикалық функцияларды шақырдық, кейіннен осы әдістің бар екенін таптық. Енді қазіргі жағдайда менде 6-шы есептен кішкене ақаулар шығып тұр. Бәлкім бұл есепке бөлек тоқталатын шығармыз. Ары қарап жүре берейік. Бізде Фибоначчи 7-ші тапсырма тізбек мүшесін тап деді. Фибоначчи тізбегі дегеніміз әрбір келесі мүшесі алдыңғы екі мүшенің қосындысына тең. Мысалыға 1-мен 1 кетеді, одан кейін 1-ге 1-ді қоса 2, 2-ге алдыңғы 1-ді қоса 3, 3-ке алдыңғы 2-ні қоса 5, 5-ке алдыңғы, то есть артыңғы 3-ті қоса 8 и так далее. Бізге 4 деген сан берілсе, онда экранға 3 шығады екен, 11 деген сан берілсе, 89 сан шығады екен. Изначально Фибоначчи санының изначально 2 переменный болу керек, чтобы мынау 1 мен 1-ді алып, 2 деген санды шығарып алу үшін. Екі түрлі жол бар. Ол изначально Фибоначчидің 2 переменный 0 мен 1 болуы мүмкін, екіншісі 1 мен 1 болуы мүмкін. Біз 1 мен 1 деген мәнді қабылдап есепті шығарып көреміз. Есепті for оператормен де шығарса болады. Так, ол үшін новый файл ашпай-ақ істей салайық. Екі переменный берейік. Бізде f0 және f1 деп берген екен. Давайте бітейік. Комментарийге мына сандарды жазып қойық. Жалпы Фибоначчиген қалай болады? 1-де 1, одан кейін 2, одан кейін 3, одан кейін 3-ке 2-ні қоса 5, 5-ке 3-ті қоса 8, 8-ге 5-ті қоса 13, и так далее кете береді. Сонда бізде цикл екінші қатардан басталу керек. Сонда мына екеуі менде дайын. F0 және F1 болу керек. F0 тең 1-ге, F1 тең 1-ге. Сөйтеміз да осы екеуін. Енді n беріп алайын. N берем, ол какой-то сан берем. 4-ті немесе 11-ді деген сияқты. Int input. Енді for операторына саламыз. For in range. Жаңа айтқан болатынбыз. 2-ден басталу керек, себебі 2-ге дейін мына екеуінің қосындысын алып аламын. 2-ден өтір n-ға дейін. Енді біз былай деп айттық. Бірінші 1 мен 1 шығады. Ол дегеніміз бізде f0 және f1 шығады. f0 өтір f1 тең. Одан кейін f1 деген переменный шығады. F1-ге f1 деген қазір бізде 1 шығады, одан кейін 1 шығады, одан кейін f1 өтір, қазір мен түсіндірем осы алгоритмді, f1 қосылған, то есть f0 қосылған f1-ге. Осымен есеп аяқталды. Сонда былай қарайық, мынау алгоритм жақсы түсінеміз, мынау мынаған тең, ал мынау, то есть f0 f1-ге тең, f1 осы екеуінің қосындысына тең. Сонда 1-де 1, одан кейін цикл 2-ден басталып кетеді. Жалпы осы өзінің бұл дайын алгоритмі. Осыдан шыққаннан кейін негізгі жауап бізде қазір f1-де жатады. Сонда қазір 1-де 1, одан кейін алдыңғы қатардағы 2 қосылады, арттағы 2 қосылады, одан кейін 3, оған 2 қосылады, 5, оған 5 қосылады, 8. Мынау алгоритм соны білдіреді. Сонда жауап менде f1-де жатыр. Экранға шығарып көрем. Print f1 өтір. Бір қатарға шығарып көрейік. Енді пробел. Runға жібереміз. Run модуль.
Окей. Есептің жауабына қарайық. Егер 4 деген енгізетін болсам, жауапқа 3 шығу керек. Мінекей біріншісінде 2 шықты. 2 дегеніміз ол біздегі мынау 1 мен 1-дің қосындысы. Изначально мына екеуінің қосындысы бірінші циклда ол 2-ні береді. А вот екінші циклда мынаның мәні 1 болады, оған келесі 2 шығады, 3 шығады, и так далее кете береді. Келесі қатарда біз 11 дегенді тексерейік, уже понятно, міне изначально 2 шықты, 2-ге 3 қосылады, одан кейін 3 деген менде бұл f1-дің мәні болып кетеді. 5 шығады, 5 мына екеуінің мәні, одан кейін 8 мына екеуінің мәні, 5 f1 болып кетеді, и так далее. Мінекей 11 енгізсек 89 шықты, 4 енгізсек 3 шықты. Егер жауап бізге бір-ақ рет керек болатын болса, принтті артқа қайтарамыз да f1-дің өзін береміз. Сонда 4-ті берсем 3 шығады, 11-ді берсем 89 шығады. Бұл Fibonacci осы уақытқа дейін әбден шығарылған есептер. Бұның бір аса бір қызығы жоқ, бірақ мына формуланы білсек болды. Бұндай формуланың жазылу жолы өте көп. While мен де шығаруға болады, но бізге ең басты Fibonacci'дің не екенін және оның қарапайым алгоритмін білсек жеткілікті. Келесі үй тапсырмасы, бізде n натурал саны берілген. Осы санда неше 7 цифр бар? 1, 2, 3 цифр бар. Анықта мұнда біреу ғана бар. Бұл while мен шығарылады. n тең int input s тең 0-ге. Бұны s-ті не үшін бердік? Счетчик қылып санау үшін, чтобы біреу, екеу, үшеу дегенді табу үшін. While операторына кіремін. While n не равно 0, 0-ге тең болғанша k тең n процент 10. Соңғы санын аламыз. Енді осы соңғы санды тексереміз. n тең n бөлу 10 дей салайын. Сөйтемді жазамын. Егер k тең болатын болса 7-ге, онда s плюс равно 1, яғни s 1-ге артады. Ең соңында экранға s-ті шығара саламыз. F5, окей. Көшіреміз Ctrl-C. Мінекей 3, ранға тағы да жібереміз ран модуль. 786, біреу. Негізінде жоқ болған жағдайды да негізі қарастыру керек. Давайте сөйтейікші, жоқ болған жағдайда жоқ болсын. D тең 0 болсын. Егер 1,7 табылатын болса, D 1-ге артсын. Сөйтемізді ең соңында else береміз. While полный циклын аяқта болғаннан кейін, else-тан кейін жазамыз. Егер D-ның мәні үлкен болса 0-ден, яғни какой-то бір, әйтеуір бір 7 табылса болды, онда экранға s-ті шығарам. Print s-ті шығарам. Ал else, егер D-ның мәні ешқандай артпаған болса, D тең 0, онда printқа іздеген сан жоқ деп ескертейік. Әрине бұлай жаз деп айтпаған, сонда да жазып қоя салайық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 дейтін болсақ, іздеген сан жоқ. Себебі D ни в коем случае 1-ге артқан жоқ. Ал егер ол 1-ге 1 рет артып қалатын болса, онда ол 0-ден үлкен болады да, s-тің мәні шығады. Енді қайтадан Ctrl-C, Ctrl-V, вот міне 3 деген сан шықты. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Жалпы бізде шықпай қалған есеп ол іздеу саны, немесе бұны жай сан дейді. Жалпы жай сан туралы айтатын болсақ, жай сан деген өзіне және 1-ге бөлінетін санды жай сан дейді. Бізде мына нәрсені сұраған. 31 деген ол өзіне және 1-ге ғана бөлінеді, сол үшін 31 шықты. 15 деген сан бұл 3-ге, 5-ге бөлінеді, және 1-ге 15-ге де бөлінеді. А вот егер мына сан бөлінбейтін болса, бұған жақын санды аламыз, ол 14. 14 деген ол 2-ге бөлінеді, сондықтан ол жай сан болмайды да, одан тағы да артқа қайтамыз да, 13 болады. 13 өзіне және 1-ге ғана бөлінетін сан деп шығару керек еді. Әрине шығара алсаңыздар шығарып көріңіздер, біз оны кейін уақыт болғанда тағы да
шығаратын боламыз. Келесі сабақта программаны тестілеу тақырыбын қарап көрейік. Егер лайықты болатын болса, шығарып көретін боламыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Әрине, біліп жатсақ жауап береміз. Сөз соңында айтарымыз, әрине есептің шығару варианттары өте көп. Біз өзіміз қарапайым деген жолдарды таңдадық. Келесі сабақта жүзгенше сау, саламатта болыңыздар.